Ассалаумағалейкум достар, Есен Елеукен YouTube каналында есті подкаст. Бүгінгі қонағым Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, кезінде осы жастар саясатында белсенді болған Елнұр Бейсебаев. Елнұрды көптен бері танимын. Үндемей, өзінің шаруасын істеп жүретін жандардың бірі, бірақ үндейтін уақыттар болады. Президент өткен жолдауында осы жақында президент сайлауы өтетін, айта келер жылы парламент мәжілісінің сайлауы дайындалып жатсың ба? Сайлауға түсесіз бе? Партияның атына немесе мажоритарлық деген. Негізі мажоритарлық шығатын болсаң, біраз жерге баратын адамсың. Иә, бұйырса көреміз. Енді партиямен бірге ақылдасамыз, фракцияда ақылдасамыз. Енді біз партияның қызметкерлеріміз ғой. Сол себептен бізге салынған капитал, ол мынау ұйымдастырушылық жұмыс, партияның жұмыстарын реттеу, бала күнімізден енді осындай қоғамдық ұйымдардың қасында өскендіктен білетініміз де бар, көмектесе алатын мүмкіндігіміз де бар. Сол себептен партиямен бірге боламыз. Мүмкін сайлауға барамыз, сайлауға бармасақ, партияның жанында да қызметтің түр-түрі бар. Сол себептен бәрібір сол партиядан алшақтамайтыным айдан анық. Партияны тіркеуді жеңілдетті, 40 мыңнан 20 мың, 20 мыңнан 5 мыңға түсті. Бірақ әлі 10 шақты жыл болды, әлі бір партия тіркелмей жатыр. Жақында бір партияның, республика деген партия шықты. Енді көп білгіштер айтып жатыр, осы партия өтеді деп. Әлде осы билікке ұнайтын партиялар өте ме негізі? Бір аманатқа былай енді саяси партиялар бізде бәрін бір адам бір қолмен шешеді, бәрін президент әкімшілігі шешеді деген сияқты халықтың арасында бір түсінік бар да. Халықтың арасында болғанда оны тіркей алмай жүрген партиялар айтуы мүмкін бе? Ол да мүмкін. Жалпы тіркей алмай жүрген партиялар, яғни бұл биліктің бір шабармандары деген сияқты түсінікті арнайы енгізуі мүмкін. Бірақ негізі партия деген сол саяси ұйым ғой, Есаға. Сіз өзіңіз ұйым басқарасыз, үлкен республикалық деңгейде. Оның ұшан теңіз шаруасы бар. Қаншама азамат қолдау керек. Сіз айтқандай үндемей жүріп істейтін оның жұмыстары белден асып жатады. Сол себептен оңай шаруа емес. Ол азаматтардың енді халық арасында былай қолдаушылары бар, әлеуметтік желілерде біраз қолдаушылары бар. Бірақ әлеуметтік желіде қолдаушылармен шынайы халықтың арасында жүру ол екі нәрсе. Екеуі екі бөлек. Екеуі екі бөлек. Оны сіз беске білесіз, оны мен де беске білемін. Сол себептен сәттілік тілеймін ол жігіттерге. Біз үшін, мен үшін өзге саяси партиялардың құрылғаны ол аса маңызды. Өйткені конкуренция неғұрлым күштірек болатын болса, біз соғұрлым күшейе түсеміз, форматымыз өзгереді, көзқарасымыз өзгереді, жұмыстарға деген әдіс тәсілдеріміз өзгереді. Мейлінше ашық болуға, мәселені тезірек шешуге ұмтыламыз. Аманат партиясы мықты конкуренцияны күтеді. Әлі ондай конкуренция жоқ. Шыны керек. Не оппозицияның арасында, қазіргі партиялардың арасында ондай конкуренция жоқ. Осы алдағы партия парламенттік сайлауға қанша партия қосылуы мүмкін? Енді жоғары жақта жүрсіздер ғой, білесіздер ғой. Енді 5 мың адаммен партия тіркеу деген бұл Қазақстанның бүгінгі реалии дейміз ғой. Бұл жерде ол іске асыра алатын мүмкіндік бар. Менің ойымша, енді соншама азаматтар жүрді, қаншама осындай қозғалыстар пайда болды. Енді қазір кемінде бір 3 саяси партияның тіркелгенін мен қалаймын. Сондай бір орта пайда болса екен деп. Саяси партиялар күшейсе екен деп. Ол тіркелу бір бөлек. Одан кейін бар, тойдың боларынан болады қызық дейді ғой енді. Болатын жұмыс ол өте ауыр. Қалайша үйлену оңай, үй болу қиын деп. Қазір тіркеу қиын емес. 5 мың адам, әрбір облыста 200 қолдаушысы, сонымен қатар тіркеу үшін ең бастағы 700 адаммен ғана бірінші съезді өткізіп тіркеу құжаттарын тапсыра бересіз. Ол қиын ештеңесі жоқ. Ондай мүмкіндікті кез келген саяси аренадағы жүрген қоғам қайраткерлері жасайды деген ойдамын. Ал енді ары қарай қандай бағдарламамен шығады? Қазіргі қоғамның, Европаның бір әлсіз тұстары бар. Есаға енді көп саясаттанушы ретінде зерттейміз ғой. Қазір әлеуметтік популизм дендеп бара жатыр. Ол қалай? Іске аспайтын популистік ойларды көп айтатын саясаткерлердің саны көп. Кадрдан қазіргі таңда өте тапшы кризис болып жатыр. Ол да бар. Содан кейін мысалы Ұлыбританияның қазіргі премьер-министрі деген сияқты. Көп қазіргі айтып отқан дүниелерінің дүйім көпшілігі менің ойымша популистік идеялар. Енді айтпай-ақ қойын, қай мемлекеттер бойынша айтып жатыр, сыртқы саясаты бойынша айтып жатыр. Іске аспайтын дүние. Алдыңғы премьер-министрде дәл солай
біз бәрін реттейміз, қатырамыз, кейбір азаматтарға көмектесеміз, елге көмектесеміз деді. Олар бір кейде андай бір курстардан өткен сияқты, бір әдемі жеткізу, сөйлеу. Әрине. Біздің қоғамда да ондай популистер бар ғой. Бар, жетеді. Араласып тұратын жігіттер де бар арасында. Мүмкін бар шығар. Жоқ, сондай жандардың әлеуметтік жазған кәдімгі бұрқыратып бәрі лайық қойып кәдімгі кетіп жатқан кезде ойлайсың да, шынымен осыған сене ме деген кәдімгі, бәрін бірдей сауатты деп айта алмайсың ғой, бірақ дегенмен шында да бір қарын аштыратын тұстары кездесіп қалады. Енді Есаға, енді азаматтар ол жақсы дүние жазғаннан кейін бәрі сенгісі келеді ғой. Ол сенгеннен кейін оны іске асыру қажет. Мәселе сонда ғана. Ондай азаматтар, олар өте бір әккі, енді саясаткер деп айтпай ақ қояйын, әккі бір қоғамда жүрген азаматтар болады. Олар біріншіден айтқан іске асыра алмайды, бірақ іске асырылмаса да ол айтқаннан да күшті жауап береді оған. Ол ондай бір неден сытылып шығатындай мүмкіндіктері бар. Жалпы енді біз сол баяғы салыстырамыз ғой. Көрші елдерді салыстырамыз, алыс ел салыстырамыз, жаңағы парламенттерінде бір-бірімен айқайласып атады, дауласып атады. Біз енді айқайласпаймыз, бірақ дегенмен бір нәрсе жаңағы ұсынылса, бәрі бір ауыздан қолдап шығады. Осы бір ауыздан деген сөз осы 3-4 күн болды, бір хит болып жатыр әлеуметтік желіде. Жалпы осы бір келісім болмай ма арасында? Сен қалыс қал, сен мынадай қал деп, әлде мысалы қалыс қалған немесе қарсы шыққан ертең сол парламентте бір не болып қалмай ма, бір бөлек адам болып шеттетіп жібереді деген ой жоқ болмай ма? Жоқ, Есаға, мәселе былай. Саяси партия деген осында білінеді. Саяси партияның бір саяси ұйым. Парламентте 3 партия бар ғой. Жоқ, 3 партия ғой, бірақ енді әр партия өзінің фракциялық отырысын жасайды. Мысалы, кешегі соңғы қабылданған шешімді алайық та, енді мәселе сода ғой. Сода келе жатырмыз. Жаңағы мемлекет басшысының енді бұдан былай қарай бір мерзімге сайлануы, конституциялық соттағы судьялардың енді 6 жылдан 8 жылға созылуы, Нұр-Сұлтан қаласына қайта Астана атауын қайтаруы деген сияқты. Жалпы 5 бапқа біз өзгеріс енгіздік, бірақ осы 3 мәселенің аясында. Бұны біз өзіміздің фракциямызда талқыладық. Есаға, бізде алдын ала бір күн бұрын Жаңа Қазақстан тобы жариялады. Осы 1 минут. Жаңа Қазақстан тобы Аманат партиясының ішіндегі бір бөлек топ па, әлде барлық партияның мүшелері бар ма? Бізде мен түсіндірейін. Мәжілісте осы мәселені түсіндірейін. Мәжілісте мәжілістің регламенті бар. Мәжілістің регламенті бойынша бізде фракциялар жұмыс жасайды. Фракциялар деген партияның мүшелерінен құралады, фракцияның басшысымен, және мәжілістің аясында арнайы депутаттық топтар құралады. Депутаттық топқа өзге партияларда мүше бола алады. Біздің депутаттық тобымызда 2 саяси партияның және жаңағы ассамблеяның мүшелері бар. Көрдіңіз ба? Бұл Жаңа Қазақстан тобында тек аманаттықтар емес. Ол жерде Халық партиясы бар, Ақ жол бар және ассамблеяның өкілдері бар. Бұл топ мына қаңтар оқиғасынан кейінгі жағдай ушыққаннан кейін азаматтарға бір әділдік мақсатында көп мәселелерді көтереміз. Арнайы топ болсаңыз, сіздің мүмкіндіктеріңіз бар. Прерогатива дейміз ғой. Бұлай болады. Арнайы топ өзі депутаттық сауал жасай алады. Арнайы топ бір парламенттік тыңдау өткізе алады. Арнайы топ үкіметтік сағат өткізе алады. Көрдіңіз бе? Арнайы топ. Біз мысалы Жаңа Қазақстан тобын құрдықта ең бірінші біздің мәселе өңірлердегі қаңтар оқиғасына байланысты тергеу амалдары бойынша біз бас прокурорды шақырдық. Әлеуметтік желілерде тарады. Кәдімгі тіке сұрақтарды қойдық. Күштік құрылымдардың біразы келді ғой. Келді. Сол кезде жауап берді. Бірінші рет қанша адам ұсталғанын айтты, қанша қару-жарақ кеткенін айтты, қанша азамат істі болып жатқанын айтты, қанша азамат қамап жатқанын айтты. Міне осы Жаңа Қазақстан депутаттық тобының жасаған жұмысы. Мәселе сол. Міне дәл осы топ өткенде енді осындай ұсыныспен шықты. Топтың алдын ала талқыланды, ойларымызды айттық, пікірлерімізді айттық. Енді соның ұсынысын енді парламент мәжілісінің депутаттарының ұсынысы ғой, енді жерге 40-қа жуық депутат бар, оны президент конституциялық кеңеске жіберді. Ал енді кешегі қолдау мәселесін алатын болса, бізде фракцияның отырыстары болады. Біз Аманат партиясының отырысы болған кезде біраз талқыладық. Сұрақтар қойдық. 7 жылдық мерзім бойынша біраз даулар болды. 1 реттік мерзім бойынша біраз мәселелер болды. Одан бөлек конституциялық соттың да мысалы 6 жылдан 8 жылға қандай қажеттілігі бар. Нұр-Сұлтан атауын
Астана атауына қайтару бойынша да біраз мәселелер болды. Өйткені біздің қатарымызда алдыңғы 6-шы шақырылымның депутаттары бар, көрдіңіз ба? Олар өз ойларын айтты. Ол жерде қанша пайыз қалды алдыңғы шақырылымнан? Бір 30%-ға жетпейді ау, иә? Жетпейді, 30%-ға жетпейді. Біздің жаңа Қазақстан тобында есімде жоқ, бір 5-6 депутат сол алдыңғы шақырылымнан қалған депутаттар. Сол алдын ала процесті халық көрмей жатады ғой. Бұқаралық ақпарат құралдары көрмейді. Енді оған келмейді ғой олар. Біз өзіміз сол жерде жаға жыртыспасақ та, бірақ біраз жерге дейін өзіміздің шынайы мәселемізді айтып, өйстіп мінберден әрқайсымыз сөйлеп, кейде фракцияның отырыстары 5-6 сағатқа созылады. Фракцияның отырыстары бір әлеуметтік желіде көрсету ойда жоқ па? Мысалы, тікелей эфир. Негізі сол кезде бір көп нәрсе шынайы ашық болса көрінер еді да, мысалы, портрет сол жердегі. Енді жалпы бізде негізі Аманат партиясының көп отырыстары тікелей эфирде жүреді. Бірақ енді сәл популярность дейміз ғой енді. Ондай сәл жоқ. Мысалы, мәжілістің саласынан көрсетеді. Біздің Аманат партиясының фракциясының отырыстары да әлеуметтік желіде көрсетіледі. Біздегі кеңестер бар, олардың отырыстарын бәрі тікелей эфирде көрсетіледі. Бірақ енді болғанбыз ол талай. Олар танымал емес та. Есаға. Содан көрдіңіз бе, халық ол бөліп жатқан жоқ деген сияқты сын айта аңтады. Енді оның бір танымалдылығымен жұмыс жасау керек. Бірақ енді әлеуметтік желідегі немесе бір политтехнологияға дем бұрып, оның танымалдылығына жұмыс жасайтын болсаң, ол арнайы қаражат керек, азаматтарды тарту керек. Енді ол менің ойымша артық шығын деп есептеймін. Сол себептен тікелей эфирге қоямыз, енді оны көп көре бермейді. Енді жаңағы Нұр-Сұлтан қаласының Астана қаласы ауысу жөнінде. Астана деген атауды кезінде Нұрсұлтан Назарбаев өзі ұсынды. Қасым-Жомарт Тоқаев керісінше Нұрсұлтан деген атауды ұсынды. Сонда былайша айтқанда Нұрсұлтан Назарбаевтың атауы қайтып келіп жатыр ғой қазіргі таңда. Біріншіден енді елбасы бұл Астана қаласының бас архитекторы. Елордамыздың рас 98 жылы өте бір батыл шешім қабылданды. Сол кезде көп сенген жоқ. Оның алдында қабылданды ғой, бірақ көшіп келдік қой. Енді содан ала берейік, енді алдындағы мәселелер енді фракцияның отырысы сияқты ғой, енді әңгіме, біз барайық деген сияқты 97 жылдан бастап көшіп келді. Сіз ол кезде енді өзіңіз жігіт жасыңызда жүрген кезіңіз ғой, сіздің өзіңіз де сенбеген шығарсыз, қалай болады? Көп азаматтар білген жоқ. Мысалы, бұл өзгеріп кете ме, мына қалада, мына батпақ далада, мына бір бетпақ далада бір дүние пайда бола ма деген сияқты. Содан бері ол кісінің еңбегі шан теңіз. Бұл бір. Екіншісі, енді Нұрсұлтан Әбішұлы еш уақытта өзіне қала атауын беруді сұраған жоқ. Оны ескеруіміз қажет. Өзінің әр кездесулерінде айтып отырды. Маған қаланың аты, жердің аты, елдің аты қажет емес. Бірақ қояға қоймай, қойық деп жатқан білім ошақтарының аттарын қояйық деді. Білім ошақтарының аттарын қояйық деді. Енді бұл саясат қой есаға. Кейде саясатта сен өзің қаламаған дүниелерді де қоғам болып жасауы мүмкін. Сіздің еңбегіңізді бағалағысы келіп бір көрсеткісі келетін шығар. Бірақ бір басты мәселе, бұны қала тұрғындары да қоғамда қабылдаған жоқ. Шыны керек. Осы күнге дейін Астана деп, Елорда деп келді. Бірең сараң азаматтар, біз бағаладық. Мен өзім саясаткер ретінде ол кісінің еңбегін бағалаймын. Одан бөлек Астана деген атауды ұсынған да өзі. Төл туындысы. Сол себептен енді қазір қоғамдағы біз енді байқайсыз ғой, біз мына үкімет сияқты жабық есіктің артында жұмыс жасамаймыз. Енді парламент мәжілісінің депутаты болғандықтан біздің ең басты қызметіміздің бірі өкілетті. Халықпен кездесу, олардың жан айқайын мәселесін осы мінберден көтеру, жеткізу, шешу. Әрбір кездескен сайын осы мәселені көтеріп отыр. Біз жаңа Қазақстан болды. Өзгертейік. Халықтың ұсынысы осы. Өзгертейік. Астана атауын қайтарайық. Бұл жаңа атау беру емес, тек қана бұрынғы атауын қайтару. Ол бір үлкен бір саяси бір өзгерістер деп айтуға келмейді. Бұрынғы Астана деген атауы болған қала, біз сол атауын қайтадан қайтарып жатырмыз. Бұндай тарихи өзгерістер әлемде көп. Мысалдар келтіре берсем болсақ көп. Талай штаттардың да, қалалардың да бұрынғы атаулар қайтарылып жатады. Болашақта біз әлі талай осы қазақтың жеріндегі қала аттарын, ауыл аттарын, мекен аттарын әлі қазақыландырып өзінің тарихи атауларын береміз. Кеше президент айтып өтті, енді басқа атауларға тиісу қажет емес деді. Кейін депутаттар тағы да белсенді болып, университеттің атауын, әуежайдың атауын, кейбір көшелердің атауын ауыстырып тастамайсыздар ма? Жоқ, біздің фракцияның тарапынан бұл мәселе талқыланды, біз айтылды. Өйткені бұл ағамыздың есімі көп объекттерге берілді деп. Бірақ біздің партияның қазіргі позициясы аэропорттың да басқа білім ошақтарында аттарын қалдыра берсін. Еңбегін бағалаймыз. Біздің партиямыздың экс төрағасы, бірақ қала атауын ғана қайтарумен шектелдік.
Жақсы, парламентті тоқтатайық. Енді баяғы жастар мәселесі. Болды. Өзіңіз сол жастардан шықтыңыз. Жалпы парламентте қанша жас бар? Негізі өзін жаспын есептейтін. Мен білетін бір 5-6 жігіт бар. Елнұр бар, жаңағы Абаханов мырза бар, Тілектес бар, Шиповских, Зульфия Варет, ол енді министрлікке кетті. Былай өздеріңіз жастар болып жиналып, мына мәселені қозғайық деп өзара жаңа Қазақстаннан бөлек келіп ақылдаспайсыздар ма? Біз енді жастар жалпы мен сізге бір-екі фактылар келтірейін. Мысалы 2021 жылғы сайлауға дейін біздің Аманат партиясы, ол кезде Нұр Отан партиясының маслихаттарда, мәжілістердегі жастардың үлесі қателеспесем 3% болған. Шамамен 53 адам ғана жас депутат болған. 2006 шақырылымда 53 адам. Ойлап тұрсыз ба? Қазіргі оның саны 610 адам. Біз 12 есеге өстік. Соңғы сайлауда белсенді. Мен ол кезде өзіңіз айтқандай Жас Отан дейміз, ол кезде қазіргі жастар рухы ұйымының төрағасымын. Ол кезде біздің партияның төрағасымен де, бірінші орынбасарымен де қатты ақылдасып отырып, біз өзіміздің партия тарапымыздан бағдарлама жасаған кезде енді табандылық танытып 20%-ық квотаны біз енгіздік. Мен айттым, біз табамыз жастар. Елнұр қалай болады ол деген сұрақтар туындады. Оны қалай іске асырамыз? Соншама жас бар ма? Мен айттым, шығады. Оншама жас шығады. Олар жұмысында көрсетеді. Әлі бұл квота ретінде қолданылады деп. Дәл сол кезде мемлекет басшысы 30%-ық квотаны партияның тізіміне енгізуді міндеттеді. Заңға. 30%-ның ішінде әйелдер де, жастар да болды. Қазір енді оны тек заңға партия тізіміне емес, қазір енді тікелей мәжіліс пен маслихатта міндеттелді ол. 30% болу. Ертең мәслихаттарда мажоритарлы болады, ол кезде сіздер мысалы партия өзінің фракциясында. Мысалы аудандарға бұл заң жүрмейді. Аудандарда ол мажоритарлық жүйемен 100%. Ал бірақ облыстық деңгейде ірі қалаларда 50% мажоритарлық, 50% партиялық қой. Сол партияның 50%-ын 100% деп алатын болсақ, мысалы 10 адам өтетін болса, соның 3-еуі міндетті түрде жас, әйел болуы қажет. Мәселе сол. Сондай көрдіңіз ба? Енді қазір 610 депутат, оның енді 6-ауымыз мәжілісте төрінде жұмыс жасап жатырмыз. Үлкен тәжірибе. Аға, мен өзім ойлаған жоқпын. Шынымен заң шығарушы орган, бюджет қолда, оны көресіз. Биліктің тұсындағы бүкіл мәселелерді тыңдайсыз. Министрлермен күнделікті мәселелері бойынша талқыланады мәселе. Негізі жастарды осындай жерде сүзгіден өткізу аса маңызды. Аз емес қой, 6 адам. Енді бұл енді алдыңғымен салыстырғанда шүкір. Иә, шүкір. 6 есеге көбейді ғой. Алдында тек мен қателеспесем тек Шиповских қана жас депутат болды біздің партияның тарапынан. Жоқ, басқа өзге партиядан бар ғой. Халық партиясынан бір азамат бар. Ақжол партиясынан 2 азамат бар, қателеспесем. Сонда біз жалпы, ал егерде былай Біріккен ұлттар ұйымының жаңағындай денсаулық сақтау ұйымының жасына келетін болса, 44 жас деп алатын болса, онда біздің санымыз 30-40-тан асып жығылады. Бұрынғы парламенттен қарағанда, бұрынғы парламент мәжілісіне қарағанда, қазіргі депутаттардың жас мөлшері бұрынғыдан орташа есеппен төмендеу. Мәди жөнінде Мәдиге соңғы кезде қайтадан буллинг кетті, қайтадан осы қозғау, сол баяғы жаңағы әңгімесі тағы да қозғалып жатыр. Енді Мәдиді мен 1-2 рет шақырғам, аса қатты бір немде жоқ, оны бір қозғағым да келмейді хайп есебінде. Көңіл күйі қалай ол жігіттің? Көңіл күйі жақсы. Енді мәселе былай ғой, Исаға. Саясаткер буллингке дайын болу қажет. Оны бір буллинг деп қабылдаудың қажеті жоқ мен ойымша. Саясаткер болғандықтан шалыс басатын тұстарың болады. Қателесетін тұстарың болады. Ол бәріміз сүйек пен еттен жаралғанбыз ғой. Сол себептен мүмкін сол кездегі бір ұсынысы елге қонымсыз болды. Жастар қолдаған жоқ. Бірақ Мәдидің жасап жатқан жұмыстарын біз бәріміз білеміз. Өзінің жұмысына қайсарлы, жігерлі, пысықтап, енді экология комитетінде жұмыс жасайды. Сол жұмыстарының барлығын мейлінше алып келе жатқан азамат. Мысалы, қазіргі таңда мына қоғамдағы наркотик мәселесі бар ғой, синтетикалық наркотиктер дейміз, сол мәселені соңына дейін жеткізу үшін күресіп жатқан майталмандығы бар. Оны ескеру керек. Иә, оңай емес, оның барлығына жауап беру де мүмкін емес. Енді осылай пісіреміз ғой енді жас саясаткерлер, басқа мүмкіндік жоқ. Бір жас басқаша, бір кішігірім басқа бір дүние жасау керек пе еді, содан қазір енді мүмкіндігі бар ғой. Сондай бір ойлайын да, мен де өз басын оны жақсы танимын. Алматыда жастар саясатында жүр.
көптеген жұмыстарға араласты, бәрін тап-тұйнақтай істеп жүреді, белсенді. Тіпті қазіргі таңда кейбір жастарға қарасаң, бір өз есептері бар да, Мәдиде шыны керек андай бір алға қойып кететін сондай бір жақсы дүниелер бар, тек ана бір дүниесіне байланысты кішігірім сондай дүниелер болып жатыр. Бұл негізі Есаға, бұл Мәдиге жасалып жатқан буллинг емес. Бұл жалпы Мәдидің образындағы билікке жасалып жатқан шабылыс қой. Негізі мәселе сонда. Оны біз беске білеміз. Оппозициялық, сол ортада жүрген, пікірі өзгеше, басқа пікірдегі азаматтар Мәди арқылы билікке деген көзқарасын көрсетіп жатады. Өйткені ол хайп, ол буллинг жасалып жатыр, оған бәрі тыңдайды, бәрі қолдап кетеді деген сияқты. Жалпы Мәдимен егерде ол азаматтардың барлығын бір отырып, сөйлесіп, Мәдидің былай тәжірибесімен, жасап жатқан істерімен танысатын болатын болса, мен ойымша мүмкін көзқарастар өзгерер ме еді. Қазіргі жастардың басты проблемалары. Басты проблемалары. Жалпы ұсыныстар келіп жатыр ма? Ұсыныс болғанда осындай проблемалар деп жиі барған жерде осындай дүниелерді көтеріп жатыр ма? Енді жастармен кездескенде не мәселені көтереді, өзіңіз де беске білесіз ғой. Бірінші сапалы білім бізде жоқ дейді. Екіншісі баспана, жас отбасылардың көтеретін. Үшіншісі жұмыссыздық. Енді одан ары қарай жүйелендіріп мәселелерді айтып кете беруге болады. Бірақ енді қазіргі таңдағы менің ойымша өте басты мәселе қазір жастардың арасында еліктеушілік көп. Мен оны қатты байқаймын, Есаға. Жастар өте қысқа уақытта, қысқа мерзімде бір курстарға қатысып, бір түсініксіз азаматтардың бір 3.000-5.000 теңгелік курстарына қатысып, кәсіпкер болғысы келеді, бизнесмен болғысы келеді. Кәсіпкер емес, тез байып кеткісі келеді. Тез байып кеткісі келеді. Солай дұрыс болады, дұрыс айтасыз, келісем. Бұл қате ұстаным. Барлық міне сізде енді тыңдаушылар, көрушілер көп қой, мен жастарға айтарым. Бір мамандықтың сапалы иегері маманы болмай, сіз еш уақытта жетістікке жете алмайсыз. Осыны түсіну керек жастар. Сіз бір мамандыққа бардыңыз ба, мейлінше сол мамандықтың соңғы шыңына дейін жетуге тырысыңыз. Ал басқа дүниелерді сіз сол мамандықтың аясында топтастыратын боласыз. Мәселе сол. Көп жастар, көп азаматтар бірақ енді навык дейміз ғой, hard skills деп айтып жатады. Біз әрдайым өзіміздің күшті тұстарымызды күшейтуіміз керек. Бұл Қытайдың философиясы. Мысалы, былай айтады ғой, жапондықтар айтады, егер де қылыш дейді, кесетін қылыш болса, ол жарамды қылыш дейді. Ал ол кеспейтін болатын болса, ол тупой қылыш дейді. Көрдіңіз бе? Оның яғни жарамсыз қылыш дейді. Дәл солай олар айтады, қандай сіздің тұстарыңыз күшті, сіз сол тұстарыңызды дамытуыңыз керек дейді. Усилять нужно сильное дейді. Қытай философиясы, жапондықтардың философиясы осы. Біздің жастарға да менің айтарым осы да. Мамандыққа түседі, оқып жүреді, жастармен кездесеміз, қандай мамандықта білім алып жатсыз? Мен грантқа түстім, сол үшін оқып жатырмын дейді. Олай қажет емес. Ұнамай ма, кету керек. Уақытша грант үшін, әйтеуір мамандық үшін менің ата-анам айтты, мен достарым айтты, ағайын туысқандарым айтты деген форматпен білім алудың қажеті жоқ. Өмір бақи ол сізге ертең жазылмайтын ауру, жазылмайтын жара болады. Сіз ол мамандықтың маманы болмайсыз, онымен жұмыс жасамайсыз, сонымен жұмысты ортада бір ортаңызды таппайсыз, бір мамандықтың иесі болмайсыз. Сонымен дүбәра деген бір сөз бар ғой, немесе дүмше молда деп айтып жатамыз ғой. Бұл жерде салыстыруға келе қоймайды, бірақ осы дүмшелік пен дүбәралықтың бір ортасына түсіп кеткен жастарды мен көп байқаймын. Мен қай бір жылы осы Қазақ ұлттық университетіне шақырған, бір кездесуге, бір 10 жылдан астам уақыт өтті, 10 жылға жетіп қалды. Сол кезде тарих факультетінің студенттерімен жолықтым. Содан шынайы осы мамандықты таңдадыңыздар ма деп сұрағанда, бір 60-70% негізі заң факультетіне тапсырғанбыз, балымыз жетпей қалды, сөйтіп осыған түсіп кеттік. Онда не үшін оқып жатсыңдар? Грант болған соң амал жоқ оқып жүрміз деген. Ол енді қазіргі кезде кішкене азайып келе жатыр, бірақ әлі сол бар. Бар. Ақыры грантқа түстің ба, соны оқып шық дейді. Бірақ ол болашақта ол мамандықты ала ма, алмай ма, сол жағы. Бізде бұрында енді мынандай әлеуметтік идеология жүрді ғой, Исаға. Бұл бір жастар үшін жалпы жоғары оқу орны ол жақсы социализация. Әлеуметтенеді, орта көреді, көп жастарды жоғары оқу орны тәрбиелейді. Мен өзімнен де білемін. Қалаға да байланысты. Қалаға да байланысты. Мысалы, мен Қазақ ұлттық университетін тәмамдадым. Шыны керек, мектепте ортанқол енді жақсы оқитындардың қатарында болдық. Бірақ жоғары оқу орнына келіп, қасымдағы біз 12 азамат оқыдық бір топта. Оның 3-еуі жаңағыдай олимпиадада жеңімпаз болды. 2-еуі алтын белгінің иегерлері болды. 2-еуі мына
ұбт дейміз ғой, енді біз ең бірінші ұбт тапсырғандарымыз 2014 жыл жоғарғы балл алған азаматтар болды. Сондай ортаның арасында мен пісіп шықтым. Шыны керек, лекцияларға барған кезде өзімнің қатарлас группаластарымды көріп, соларға қарап бой түседі. Мәселе сол. Енді ондай ортаға түсетін азаматтар бар, ол түспей қалатын да жастар бар. Мәселе сонда. Сол себептен бізде қазір жастарды мына профориентация деп айтамыз ғой, кәсібилікке бағыттау, бағдарлау мәселесіне өте қатты ден қою қажет. Сонда біз профессионалды жасты алатын болсақ, ол 3 сұраққа жауап бере алады. Сіз ол жұмысы бойынша сұраққа жауап бере алады, не керек екенін айта алады, және болашақтағы мақсатын, арманын дейміз ба, біреу үшін мақсат болады, нақты қоя алады. Мен мынандай азамат болғым келеді, сол үшін мен қазір мына этаптарды өтем деген. Бізге сондай білікті жастарға көбірек акцент қою керек. Өйткені мен бірінші қазір мысалы 35 жасқа дейінгі жастардың арасында НИИТ жастар бар ғой, әлеуметтік зерттеу. Мен мына статистиканың мен санымен ақ сөйлейінші, мен енді оған сенбеймін. Әрдайым олар талқындап жатам. Статистика бойынша 18 мен 35 жас аралығындағы НИИТ жастарына жататын, яғни ұйымдаспаған жас дейміз ба, жұмыс істегісі келмейтін, білім алғысы келмейтін жастардың саны 600 мыңға жуық. Бұл ресми дерек. 600 мыңға жуық жас. Екіншісі, көбінесе қалада ма? Бәр жерде. Барлық жерде. Иә, барлық жерде. Алматы қаласында ең көбі. Одан кейін барып, өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз еткен дейміз ғой, самозанятый. Бірақ салық төлемейді, қай жерде жұмыс істеп жатқаны белгісіз, солардың саны 2 миллионнан асып жығылады. Одан бөлек жұмыссыз жастардың саны, дәл осы категорияны алатын болсақ, 200 мыңға жуық. Жалпы менің ойымша қазір мынау ұйымдаспаған, әлсіз, енді жаңағы өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз еткеннің ішінде 700 мыңға жуық ол жастар. Сонда жаңағы өзін-өзі жұмыспен қамтыған, НИИТ санатындағы жастар, жұмыссыз жастардың барлығын қосатын болсаңыз, қазір 1,5 миллион 18 бен 35 жас аралығындағы жастарымыз өмірде өздерін таппаған. Бұл үлкен цифра. 1,5 миллион дегеніңіз, ол шамамен 1,5 миллион отбасы. Әрқайсысы бір отбасы деп алатын болсаңыз. Көрдіңіз бе? Бұл необратимый процесс қазір. Біз осымен жұмыс жасауымыз керек. Бұның соңы жақсы болмайды ол. Оның соңы біріншіден жақсы болмайды. Қаңтар оқиғасы көрсетті. Енді ауыл аймақтардағы біз айтып жатамыз, сіз өзіңізде енді менен көп аралайсыз ғой. Аудан орталықтарында жастардың басын біріктіретін не ұйым, не бір мәдениет үйі, не бір мәселе жоқ. Жастар енді шыны керек, аудан, облыстардағы жастардың табатын бір ғана үйі бар, ол мешіт. Байқайсыз ғой? Сол жерде олар мобилизация етеді, сол жерде олар жиналады, сол мәселенің төңірегінде әңгіме айтады. Ал басқаша көзқарас, заманауи формат, мынау тұрған интернеттің өзіне қолжетімділік пайызы аудандарда өте төмен. Ауданның не, мына Нұр-Сұлтан қаласынан, астанамыздан бір 15 шақырым шықсаңыз, бізде интернет ұстамайды. Басқа картинка шығады ол жерде. Өйткені бізде Кейсел, Актив, жаңағындай Билайн сияқты компаниялар біріншіден монополист, екіншіден ол компанияларға салынатын айыппұл өте төмен. Мәселе сол. Зерттелінді ме? Зерттелінді. Қазір айыппұлдың саны көтерілді. Шамамен 4 миллион теңгеге жуық айыппұл салынатын болды. Егерде бір белгіленген жерлерде 4 миллион? 4G болмайтын болса, енді өтінішке байланысты бір белгіленген участоқта 4G. Ол баяғыда 300 мың ба 400 мың теңге болған, білесіз бе? Ол айыппұл осыдан 1,5 жыл бұрын сондай болған ол айыппұл. Енді мен ол саланың маманы емеспін, біздің әріптестеріміз айналысып жатады. Бірақ біз осы мәселені күшейтуіміз керек. Одан бөлек енді қазақ тілді контент деген мәселе бар. Енді оны сіз менен артық айтып көтеріп жүрсіз. Негізі көп басқармалармен, жастар ұйымдары, жалпы билікке қатысы бар, енді жастар басқармалары бар, департамент, бөлімдері бар. Енді ол жерде көбінесе барсам балалар шауып жүреді, жүгіріп әйтеуір. Біздегі ең бір құртатын нәрсе, әлде де болса осыны білмеймін, қай уақытта кететіні, бұл есеп беру. Жоғарыдан бір тапсырма келеді, осындай қою керек, осыны жүгіру керек. Ол әйтеуір өтті, тездетіп әйтеуір жоғары жақ тиіс болсын деген басым көпшілігі, енді барлығын бірдей
Сосын мен көбіне сұраймын да олардан, бір алдын ала зерттейсіздер ме, бір дүние басталған кезде зерттей ме? Зерттеген кезде жоғарыдан зерттейтін институт бар, бірден айтылған, ол жергілікті жердің барлығын бірдей қамти алмайды ғой. Менде ұсыныс болған, сол ақыры сол жерде мысалы үшін бір оқу орындарында міндетті түрде әлеуметтанушылар бар. Барлық біраз елде бар мысалы үшін. Енді Алматы мен Нұр-Сұлтанда ол міндетті түрде болады. Неге осы бір практиковать етіп, неге осы салмайсыңдар? Бір 10 баланың, бір 50 баланың ішінен 1-2 шығады ғой. Біз кейде қарасақ, осыған кәдімгі жетпей жатармыз да. Мен мысалы айтамын, сендер зерттедіңдер ме? Біреу анау-мынау айтты, ол айтқан болмайды. Нақты зерттеліну керек. Сосын ол іс-шара өткеннен кейін тағы бір зерттеліну керек. Бір 6-7 айдан кейін оның нәтижесі қалай болды деп зерттелінген дұрыс. Біз өзіміздің ішкі көп дүниені зерттемей жатып, жоғарыдан айтамыз, кеше болды, міне, қаңтар оқиғасы болды, бітті. Қазір тездетіп мына жабу керек деген көп, бірақ ішкі дүниесін көп қарамай жатады. Шынында да неге мешітке барады? Себебі бала бір балиғат жасқа жетіп шыққаннан кейін ол бір кішкене орта пайда бола бастайды. Жан-жағындағы көшесіндегі класстастары, сыныптастары, сол кезде бір проблемасы болса, оны ата-анаға айта алмайды. Ол бар. Содан кейін барып, кім басынан сипайды, кім жақсы әңгіме айтады, кім бір үміт береді, сол жерге қарап ыңғайлана бастайды. Осындай дүниелерден барып шығады. Ол бар. Сосын үшінші тағы бір фактор бар. Мысалы, баламыз бұзылып кетпесін деген түсінікпен ата-аналардың өздері де итермелейді. Бара ғой, солармен аралас, енді олар имани әңгіме айтады, дұрыс әңгіме айтады, жөн-түзу бағыт-бағдар береді деген түсінікпен ата-ана сол мешіттің қасына топтастырады. Одан қалса өзінің замандастарын көреді. Жас дегеніміз не? Ол жас дегеніміз анау губка сияқты ғой. Тез қабылдайды. Оған аудитория керек. Ол сөйлегісі келеді, сөйлейтін жастарды көргісі келеді, бір ортамен танысқысы келеді, бір азаматтарды көргісі келеді, біреуге қарап бой түзегісі келеді. Сондай кезде мемлекеттің идеологиялық тұрғыдағы әлсіз тұстары осы. Бізде әлі күнге дейін аудан әкімдері болсын, облыс әкімдері болсын, солардың идеология бойынша әкімдері ең соңғы орында тұрады. Өтірік емес. Бірінші орынбасарлықты бере бермейді. Идеологияға тиесілі басқармалар, өзіңіз білетін, отделдарды береді, оларға титімдай ғана қаражат береді. Мысалы, сіздердің ұйымдарыңызда жайдарманның ойындарын ұйымдастыру үшін де берілетін қаражат мардымсыз. Енді мысалы сізде жайдарманды бұл шыны керек, бұл тек ұйым емес қой, олар сөйтіп қарайды да. Ол жайдарман деген, бұл менің ойымша, бұл ұлттық қозғалыс. Мен түсінігімде солай. Ұлттық деген артықтау шығар, жалпы қозғалыс. Енді неге ұлттық қозғалыс деп айтып жатырмын? Өйткені дем көпшілігі сіздердегі жүретіндер ол титулды ұлт. Қазақтар ғой енді сіздердегі жүргендер. Сол себептен ол қазақ қазіргі таңдағы Қазақстанның иесі де, осы отанды ертең қорғайтыны да, осы елдегі бүкіл бірігушіліктің факторы да болатын ол қазақ ұлты. Біз оны жоққа шығара алмаймыз. Титулды мемлекеттің ұлты қазақ. Оның үстіне 70%-дан астық дейсің ғой. Оның үстіне 70%-дан астық, енді оны несін жасырамыз? Рас. Осы қазақшылықтың, қазақтың мейірімділігінің, қонақжайлылығының арқасында Аллаға шүкір бүгінгі күнде көп текетірестерді біз әдемі шешіп отырмыз. Ол жерде ол биліктің, депутаттардың үлесі емес. Ол нағыз қазақ ұлтының үлесі. Солай ескеру керек. Өзінің ақсақалына көнген, сіз сияқты ел ағаларына құлақ түрген жастардың арқасында біз осылай жасап. Сол себептен сіздікі ол ұлттық қозғалыс. Енді ол сізге енді былай енді бір жағымпаздану деп түсінбеңіз, бірақ қоғамда солай, мен солай қалыпты. Енді ол бүкіл мемлекеттік деңгейдегі қозғалыс болғандықтан мемлекет осындай, мен бағанағы айтқаным сол ғой, бізде кейде мемлекет бір дүниені жасау үшін жаңа нәрсені жасағысы келеді да. Мен оған қарсымын, Исаға, мен білемін ғой. Негізі күштіні мықтыны күшейту деген принцип ең күшті мемлекеттің сапалы жұмыс істеуіне. Мысалы, екінші дүниежүзілік соғысында Рузвельт деген президент болды ғой енді ақш құрама штаттарында. Ол как раз келді, мына ұлттық қордан ақшаның барлығын алып жаратып бастады. Сол кезде конгресс қолдаған жоқ, ой не болды деп. Бірақ ол не істеді? Қарады да, Америка не жасай алады деді. Америка жақсы жолдар сала алады, жақсы зауыттар сала алады, және жақсы мына машина строение бар ғой, машиналар дамыта алады деді. Сосын не істей алады? Жақсы қару-жарақ жасай алады. Осы төрт өздерінің күшті жүйесіне ақшаны құйды. Енді мынау идеология саласының әңгімесін айтып жатырмыз ғой. Сіз де идеологсыз, мен де идеологпын. Енді біз осыған енді жүрегіміз ауырады ғой. Менің арманымда сіздер сияқты мықты деген ұйымдарды
жақсы мемлекеттік деңгейге көтеру қажет. Оған қаржылай да көмек көрсету керек, әкімшілік көмек те көрсету керек сіздерге. Одан бөлек идеологиялық тұрғыда көмек жасау керек. Келісіп отыру керек, шақыру керек, ақылдасу керек, мына тұс қалай деген сияқты. Ал бізде бұл мәселе әлі қалдықты принциппен. Біз өзіміз барған кезде бір қызметке білесіз, сіздерді тартып жұмыс істеуге тырысамыз, мынаны жасайық, Исаға, сіздер мына іс-шараны жасап жатсыздар ғой, былай қолдауға тырысайық деп. Ал ертең біз жаны ашитын азаматтардың саны азайып кеткен уақытта қолдау да азайып кетеді. Бірақ бір нәрсені түсіну керек. Мемлекеттің ұлттық идеологиясы дамымай, біз қандай бай мемлекет болайық, ол ертең тәуелсіздігімізге нұқсан келеді. Анау жоғарыда отырғанда ойлап қалмаңыз, мына кімді Елнұрды шақырып алып Есен өзінің бұл жерін кесіп тастасаңыз да болады енді. Өзінің сөзін сөйлетіп жатыр депті. Жалпы қазіргі биылғы жылы мен осы жайдарман басқа да іс-шараларға сол бізге жауапты комитеттің басшылығын қайта шақырдым, бірақ келмейді. Мен айтамын да, бізде жастар келіп жатыр, жастар ойнап жатыр. Бұл жерде бізге келген кезде ол бір аспандағы космос басқа бірден әзілдемейді, ол өзінің қоғамда не болып жатыр, айналасында не болып жатыр, соны әзілдейді. Сол арқылы көп дүниені қарап алуға болады өзіне. Бірақ жоқ, естіп жатса енді тағы да шақырамыз финалдық бәсекелерге. Бір мысал келтіріп жіберейін бе осы жерде сізге? Бізде мысалы қазір өзіңіз білесіз ғой, қоғамдағы үлкен проблема студенттік жатақхана жетіспейді. Бұл проблеманы біз қашан көтереміз білесіз ба? Тек қыркүйекте көтереміз, жетпей қалған уақытта. Ал оған дейін ешбір министр, ешбір әкімдік онымен басында ауыртпайды, айналыспайды. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің, енді мен сіздің ана мәселеңізбен салыстырып жатқаным ғой. Нағыз барып министр айналысатын, әкімдік айналысатын жер ғой. Енді жастар, студенттер ертең ары бері кетіп қалмасын, қаңтар оқиғасындағыдай жағдай болатын болса, ең болмаса сәл тартыншақтап, тәуелсіздік үшін, бірлік үшін отаншыл жастар болу керек. Соларға сәл болса да бірінші қажеттіліктерді реттеу керек қой. Ондай жасалмайды да. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті бар, сіздерде енді командалар ойнады ғой. Солардың ең жаңа жатақханасы 56 жыл салынған. 30 жыл тәуелсіздікте біз бір жатақхана салып бере алмағанбыз ғой. Ұлт ұстаздарын тәрбиелейтін педагогикалық университетке. Былтыр әбден күрестім осы мәселеде. Былтыр бір инвестор табылды. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жанында орталық парк бар, білесіз ғой. Соның жанында тұспа-тұс Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жері бар, 20 соттық өзінің жері. Сол жерге олар инвестор тауып жатақхана саламыз деген кезде былтырғы бір түсініксіз Шырнақшаның ішіндегі бір белсенді экологтар шығып, студенттер мәдениетсіздік танытады, ол жерге арақ ішеді, темекі тартады деген, өздері сондай студент болған-ау деймін солар уақытысында, сөйтіп айтатындар өзі сондай болады ғой. Себе подобных мысал келтіреді да, өздері соны көріп өскен да, сондай болады деп, соның арқасында әкім өте әлсіз шешім қабылдап, ол жердегі салынатын жатақхананың құрылысын тоқтатты. Сағынтаев. Біраз әңгіме болды. Мен депутаттық сауал жасадым. Мен күрестім олар. Мен айттым, қалай сіздер жатақхана салайын деп тұрған инвестордан айырылып қалдық қой. Әлемдегі Стэнфорд, Гарвард деген университеттердің бәрі паркте орналасқан ғой. Олар өздерінің жоғарғы оқу орнында жандарын парк қылып жіберген ғой. Мен айтамын, керісінше, бұл жерде ұстаздар тәрбиеленеді. Бұл керемет жер болады деймін да. Бұл жерде ертең мына центр притяжения болады деймін да. Вот соны жасай алмадық қой Исаға. Биыл қайтадан енді жаңа әкімге айтып, бұл жерді қайтадан қарастырып, салуды қарастырып жатым. Өйткені инвесторға ол жер тиімдірек болатын. Қалаға жақын. Өйткені инвестор ертең ана бірінші қабаттарына демалыс орындарын, фитнес клубтарын салады. Енді ол инвестор қаржы табу керек қой, өз қаржына салғаннан кейін. Міне мәселе. Шынайы проблемаларды Қазақстанның өйстіп айтып болуға болады. Оның үстіне анау геосаяси жағдайға байланысты солтүстікте көршімізден біраз адам көшіп келді. Алматыда пәтерақы өте қымбаттап кетті. Бұл жөнінде айтылып жатыр. Енді оны білмеймін, енді тоқтату керек па? Тоқтата алмайсың ғой, біздің өзіміздің неміз бар. Жоқ, бізде мен кейде мына біздің үкіметке бір жаным ашитыны әлемдік тәжірибені зерттеу керек қой. Мысалы, мынау Кореядағы баяғы 87 жылғы болған хунта жастар шықты ғой. Кім шықты? Жастар шықты. Қай жерді алсақ та, барлық жерде ертең мемлекетті төңкеретін де, өздерінің позициясын ұстайтын да ол жастар. Ал нағыз саяси мәдениетті және проблеманы іштен білетін жастар, олар студенттер. Өйткені олардың ақпаратқа деген қол жетімділігі өте жақсы. Олар көріп отырады. Сен Қазақ ұлттық университетіне барып, педагогикалық университетке барып, біз айтамаймыз. Там Берік, Сержан бәрі жиналып отырса, біз сендердің мәселелерін шешіп жатырмыз ғой, солар сізге айтады, Исаға, біздің ең жаңа жатақхана 56 жыл салынған дейді.
Бізде 16 мың студент оқиды дейді. Соның 12 мыңы сырттан келген студенттер, иногородний. Ал жатақханадағы орынның саны 2 мыңға жетпес дейді. Жоқ, кезінде осы бір жатақхана салу керек деп барлығына тапсырмай беріп, біраз бір шум болды ғой, айқай. Бұл 2018 жылы тұңғыш президент тапсырма берді. 75 мың орын жатақхана үкіметке тапсырма берілді. 2022 жылға дейін, мен қазір біз соны қорытындылауымыз керек сізбен біз. Сол 75 мың жатақхананың біз 30 мың ғана салдық дейді үкімет. Тапсырма берілді, ақша бөлінді. Ол тапсырма деген қай уақытта беріледі? Президент тапсырманы жайдан жай бермейді ғой. Ол бірінші зерттеп алып келеді, айтады, сала аласыңдар ма? Сала аламыз. Қай жерге саласыңдар? Мына жерге саламыз. Қайдан ақша аласыңдар? Резервтен аламыз, трансферттен аламыз, жерге әкімдік салады, мына жерде инвестор салады. О, жарайды. 30 мың орны салынды деп айтамыз. Бірақ сол 30 мыңның ішінде 12 мыңға жуығы ол реконструкция. Дайын хостелдарды жатақханаға өзгертті. Яғни жаңа жатақхана деп айтуға келмейді. Жарайды, жаңа деп алайықшы. Сонда 75 мыңның біз тек қана 40%-ын орындадық қой. Ал енді мына алдағы 5 жылдықта біз тағы 50 мың орын саламыз деп айттық. Бала көбейіп жатыр. Демографиялық өсім бар. Студенттердің проблемасы. Ертең қандай студентті біз аламыз? Біз қайтадан осы жаңағы бағанальдегі идеологиялық жұмысқа қайтып тірелеміз ғой. Сапасыз студент. Өйткені ол таңертең сабаққа барады, түстен кейін ол жұмыс жасайды. Даяшы болып жұмыс жасайды, бариста болып жұмыс жасайды, таксист болып жұмыс жасайды. Тамақты таситын жаңағыдай жеткізуші болып жұмыс жасайды. Сабағының бәрі жайына қалады. Осы Астанада осы проблема бізде, мысалы осы шығармашылық, басқа да жастар ұйымдарын қарайсын, осындай іс-шараларға жастар қайда десең, көпшілігі әсіресе Астанада барлығы бірдей қосымша жұмыс жасайды. Кәдімгі келген кезде сондай бір, ол үшін егер ол жатақханасы болса, оның бір кішкене жағдайы болатын болса, ол кішкене қоғамдық жұмыстарға да уақыт бөлер еді ғой. Ол бір. Екіншісі, жоғарғы оқу орындары да өздері қоғамдық ұйымдардың жұмысын күшейту керек қой. Мысалы, ақш құрама штаттары, біздің болашақпен оқып кеткен балалардың бәрімен сөйлессеңіз, айтады, жоғарғы оқу орындарының жанында дейді, әртүрлі студенттік ұйымдар күшті дейді. Әртүрлі бағытта, любители шоколадов. Неше түрлі нәрсе бар ол жақта. Көрсеңіз, енді кейде оқып жатамыз, өзім оқыған жоқпын енді ол жақта. Көрдіңіз, жоғарғы оқу орындары түсінеді да ол мәселе. Содан мейлінше студенттерді баурайды. Мынандай мәселе бар, мына іс-шара бар деп. Біздің өзінің жоғарғы оқу орнының айналасында топтастырады. Бізде жоғарғы оқу орындары жатақхана мәселесін шешпейді. Дүйім көпшілігі сапалы білім бермейді. Қолдарына дипломды ұстатады, карьера орталықтары жоқ, ол баланың ертең тағдыры оларға қызық емес, жұмысқа орналасты ма, орналасқан жоқ па, қолына көк қағазды береді, 2 рет суретке түседі, үстіне жаңағы әдемі киімді кигізеді, манта дейміз ғой енді, манта ма қалай? Ол сонымен шығарып салады. Сосын айтады, 20 жылдан кейін, ойбай, жақсы түлек болатын болса, сіз келіп бірау деп кетіңіз, біздің еңбегіміз зор ғой дейді. Барлығына тиесілі емес, есаға. Жалпы осындай көк қағазды таратушы жоғарғы оқу орындарының саны жетерлік. Оған дайын статистика бар менде. Ертең көрермендер айтады ғой, елдер бұны аспаннан алды деп. Атамекеннің зерттеуі бар. Ұлттық палата кәсіпкерлер. Бірінші жылы жоғарғы оқу орнын бітірген жастардың 40% жұмысқа орналасамайды екен. 1000 студент бітірді ма, 400-і бірінші жылы жұмысқа орналасамайды. Ал жұмысқа орналасқандарды 100% деп алсақ, соның 60%-і өз мамандығымен жұмыс жасамайды. Сонда 1000 студент бітірді дейік, 400-і далада қалады. Ал қалған 600 студенттің тағы да 400-і өз мамандығымен жұмыс жасамайды. Сонда 1000 студенттің 200-і ғана өмірде өзінің орнын табады. 20%. 5-тен 1. Бұл өте төмен көрсеткіш. Рейтингтердің түсініктерін бәрін осылай өзгерту керек. Әлемдегі жоғарғы оқу орындарындағы рейтингтер баланың жұмысқа орналасуы, сол жұмысқа орналасқан баланың алатын жалақысы, және егерде сол жұмыс орнын бітірген бала бір кәсіп орнын ашатын болса, сондай сияқты бір тәуір шынайы қолмен ұстап көзбен көретін индикаторларды енгізеді олар. Біздікі сияқты. Тағы бір мәселе баспана туралы. Қайбір жылы осы бәленбай баспана Астанадан берілді, Алматыдан берілді, Шымкентте, сосын аймақтар бір қызуғанда науқан болды ғой. Соның аяғы не болып жатыр? Статистиканы ақыры жақсы біледі екенсіз.
вообще жалпы мынау саясатта енді болашақта саясаткер ұлдарың саясаткер болып отырса, саясатта кез келген саясаткер үшін ең басты қару цифр болу керек. Бізде есеп беретін әкімдер, есеп беретін үкімет бар ғой, соларға альтернативті цифрды қолға алып алу керек. Мысалы, сіз айтып отырсыз науқан болды, біз жылына 15 миллион шаршы метр үйлер салып жатырмыз, бүкіл Қазақстанның барлығы үйлері болады, күшті болады дедік. Енді цифрға қарайық. Тура осыдан 3 жыл бұрын кезектегі тұрған азаматтардың саны 450 мың тұғын. Тек жастар ма әлде жалпы? Ол әлеуметтік осал топтар. Ол кезекке тұру үшін де сіз бір категорияға жатуыңыз керек. Ол оңай шаруа емес. Сол оңай емес шаруаның ішінде 450 мың тұғын. Қазіргі цифр 600 мыңнан астам. 3 жыл бұрынғы цифрмен салыстырғанда біз 150 мыңға тағы да кезекке тұрушылардың саны көбейді. Яғни арифметикалық прогрессия, сіз айтып отқан миллиондаған шаршы метр салынып отқан пәтерлер мәселені шешіп отқан жоқ. Мәселе бар, пәтер салынады, бірақ мәселе шешілмейді. Неге? Өйткені салынып отқан пәтерлер мына мәселені шешуге бағытталмаған. Ол пәтерлер қалтасы бар, жағдайы бар, банктен ипотека ала алатын, жалақысы жоғары, немесе жиған тергені бар, азаматтарға арналған. Менің ойымша осы біздің Қазақстанда 1 миллионға жуық азамат бар өзі. Қалтасы көтере алатын, мен есептерім бойынша. Со 1 миллион жуық азаматтардың арасындағы жүрген сатып алынуы. Оған кейде мына сіңірлердің қатарынан, жағдай жоқтардың қатарынан қосылады. Сәл көбейеді, қайтадан ол қатарға барып көшеді, сондай. Ал мәселе шешілмеген. Міне 2000 менің депутаттық сауалым да бар, көрсеңіз болады. 2015 жылы, 2010 жылы кезекке тұрған мүгедектер әлі үйлерін алмаған. Мәселе? Бізде мәселе өте көп та, жалпы шешу үшін не істеу керек енді? Сол ғой мәселе, міне Есағада мен бізде кейде мына үкіметтегі менеджментқа қарап бір қарның ашады. Біз жаңа бір инвестициялық жобаларды, инвестор тартқымыз келеді. Президент бәр жағдайды жасап жатыр да қазір. Қараңызшы міне. Мемлекет басшысы не істеді? Мемлекет басшысы, инвестор деген қандай мемлекетке келеді? Инвестор дегеніміз институттар жұмыс істейтін, ертең Серік Берік деген сияқты азаматтар оның бизнесін тартып алмайтындай жағдай жасалған мемлекетке келеді. Яғни ол мемлекетте конституция жақсы жұмыс жасау керек. Қазір біз конституциямызды өзгерттік, айттық, парламентті күшейттік, президенттің ағайын туыс бауырларының барлығына айттық, болды сендер мемлекеттік билікке келмейсіңдер дедік. Кешегі президенттің бір реттік бір мерзім дегеніміз ол айқын биліктегі монополияны толық жою. Бұл үлкен новация. Бұл саяси новация. Бұл әлі әлемде жоқ новация. Біз неге Европада олай емес? Бұл Европада мысал алатын новация емес. Енді Израильде, сосын мына Кореяда бағана мен хунтаны айттым ба, 80-ші жылдарда болған. Соның есебінен оларда 5 жылдық мерзім туындады ғой. Болды. Басқа ақшта ондай жоқ. Европа мемлекеттерінде ондай жоқ. 5 жыл, 6 жылдан 2 сұрок олар отыра береді. Премьер-министрлер тіпті 3 сұраққа да кете береді. Партиясы жеңіске жететін болса болды. Ол бір. Енді инвесторларды тарту керек. Инвесторларды осындай кәдімгі біздегі өршіп тұрған мәселені шешуге тарту керек деп ойлаймын да мен. Экспорт мәселесін күшейту керек. Бізде 70%-дан астам импорттық мемлекетпіз. Барлығы бізге сырттан келеді. Баспана мәселесін ал, студенттік жатақхана мәселесін ал, енді мен ол образына келтіріп жатырмын. Жалақы мәселесін ал, зейнеткерлердің проблемасын ал, әлеуметтік осал топтық мәселелерді ал, жақсы сапалы білім мәселелерін ал. Жаңа Қазақстан дегеніміз, біз айтамыз ғой, жаңа Қазақстан дегеніміз не дегенде жастармен сәл тыпыршып бастайды, ол қалай екен деп. Мен айтайыншы, жаңа Қазақстан дегеніміз ескі Қазақстандағы қазақтың жауы болған, азаматтардың, адамзаттың жауы болған нәрселерді алып тастау, осы жаңа Қазақстан дегеніміз сол. Коррупция, сапасыз білім, тағысын тағы баспана мәселесі, қарыздар мәселесі, жаңағындай айта берсек тола. Солардың барлығын егер де біз алып тастайтын болса, онда нағыз жаңа Қазақстан орнайды. Мәселе сол. Мен ойымша осындай жаңағындай простые решенияға жетсек, мен баста қарапайым. Мысалы баяғыда Мао Цзедуннан кейін билікке Дэн Сяопин деген ағамыз келген ғой енді. Мао Цзедунның уақытын өзіңіз білесіз. Қаншама бір қырғын топалаңның уақытында өмір сүрді ғой. Енді қаншама адам, қаншама жастары қырылып кетті, миллиондаған азаматтың қаны мойнында. Дэн Сяопин сол кезде сол кісінің қасында жүрді. Бірақ бәріне көніп, бірге жүріп жұмыс істеді. Өйткені эволюциялық жолмен өсу керек. Өйткені Мао ол мына Қытай мемлекетіне тәуелсіздікті алып, шекарасын шегендеп, унитарлы мемлекет жасап берген азамат қой.
сол үшін оны бағалады да, басқасын бәрін сатып тастады. Со Дэн Сяопиннің бір жақсы бір сөзі бар да, какая разница дейді, какого цвета кошка дейді. Самое главное, чтобы она ловила мышей дейді. Мәселе сол да, біз мәселені шешу үшін кейде мына тәсілдерді, әдістерді бір қиындатып жіберетін сияқтымыз. Сосын неге бір шетелде мындай жасап тұрып, соны бізге келіп кіргізгісі келеді, ол кірмейтін дүниелер ғой. Бізде анау халықаралық тәжірибе зерттелді ма деген сұрақ, ол қазақты өлтіретін сұрақ. Ақыры бала көбейді екен, ақыры жаңағы студенттер көбейе береді екен. Ол Алматыда ол жыл сайын проблема, мәселе болады. Кейде ойлаймын да, неге бізде басқа да қалалар бар ғой, таза студенттер қаласын жасамасқа, әдемі табиғат бар жерлерге. Сондай бір сол жаққа бару арман болып, бір 2-3 жылдан кейін сол жер үлкен бір қалалар болса деген сияқты. Бәрін әкеліп бір үлкен қалаларға тыға бергенше. Енді Алматы деген ол енді оның біріншіден туристік потенциалы жоғары ғой. Жастар көреді, Алматыдағы мәдениет ошақтарын көреді, Алматыдағы әдемі Арбаттың өзін көреді, қаншама іс-шаралар, шығармашылық шабыт беретін жер ғой. Шығармашылық шабыт береді, дәмханалары, барлығы енді Алматы енді Қазақстандағы ең бір әдемі әсем қалалардың бірі ғой. Одан бөлсе әртүрлі жақтан азаматтар жиналғасын, қалада бір коллаборация болғандықтан ұлттар мен ұлыстардың арасындағы бір мейірімді қалада Алматы. Төмпештеу, төбелес аз, енді ондай бір гетто райондар жоқ, енді бар болса да көп емес. Сол үшін бәрі ұмытылады. Біз одан қалса мынау ғылым министрлігі шешім қабылдады ғой, енді гранттарды біз қолына береміз, бала қай жоғарғы оқу орнына барып оқимын десе, сонда барып оқимын дейді. Ертең бәрі жоқ, қазір ол ертең емес, бүгіннің өзінде бәрі сол Алматыда. Мәселе сол. Қаңтар оқиғасынан кейін мемлекет басшысы кәсіпкерлермен де кездесті, бәрімен кездесті. Сол кезде шын цифрларды айтты ғой. Қазақстанның байлығы 160 адамның қолында деді. Қазақстаннан 160 миллиардтан доллардан астам қаражат шетелге шығып кеткен деді. Көрдіңіз бе? Ол білесіз бе қанша қаражат? Салыстырып берейін. Бізде ұлттық қорда қазір 52 миллиард ақша. Яғни біздің 3 ұлттық қорымыз. Ал біздің 4 бюджетіміз ол. Біздің бюджет шамамен 14 триллион мен 18 триллионның арасындамыз. Ал 20 миллиард, 50 миллиард доллар дегеніңіз, ол шамамен 20 триллион. Егерде сол қаражаттың бәрі қайтатын болса, міне нағыз жаңа Қазақстан орнайды. Экономикалық тәуелсіз бәрін күшейтуге болады. Барлық саланы күшейтуге болады. Біз үшін қазір үкімет үшін оңай емес, өйткені біздің бюджет профицитный емес. Бізге дефицитный бюджет. Біз жыл сайын ұлттық қордан ақша алып отырамыз. Біз депутаттар қолдаймыз, жарайды деп жоқ қой. Мына зейнеткерлік мәселесі көтеріліп жатыр ғой қазір, жасы. Біз жыл сайын ұлттық қордан 2,5 триллион теңге осы зейнеттің мәселесін жабуға береміз. Ол табыс, яғни біздегі салықтан түсетін табыс біздің жарататын ақшаны толтырмайды. Одан бөлек тағы да президент жақсы мәселені айтты. Біздегі мына айналымдағы жүрген қаражаттардың обороттағы 50% көлеңкелі экономика. 50% деген сөз бізге шамамен жылына 15 триллион теңге ақша бюджетке түсе ма, салықтан бәрінен. Яғни соның тең жартысы салықты айналып өтеді деген сөз. Яғни 7,5 триллион теңге қолма-қол ақша, білмеймін енді бір түсініксіз келісім шарттар, цифрландырылмаған, базардың айналасында жүруі мүмкін. Көрдіңіз бе мәселе сонда. Осының барлығын біз міндетті түрде легитимді жасауымыз керек қой. Олсыз біз қоғамды көгерте алмаймыз. Мәселе сол. Барлығы сайып келген кезде қаражатқа, одан кейін барып жақсы кадрларға келіп тіреледі. Жастар басқармасында болдың, кейін бизнесмен жүрдің, әп-сәтте Астанаға әкімнің кеңесшісі болып келдің. Сол кезде бір Астанада не болып жатты ғой? Аналардың қайта-қайта, жалпы сол кезде, соңғы кезде де осындай бір мәселе шығатын болса, елдерді сол жаққа жібереді. Яғни елде сол жерге барып, енді андай шешімін таппаса да адамдарды сендіріп кетеді деген секілді. Шаршамайсың одан? Жоқ, неге шаршаймын? Ол енді кеңесші, ол мен арнайы ол жерге ешкім мәселені шешу үшін емес, өзім келдім, қызметке тұрдым. Мен шыны керек, кәсіптен келгеннен кейін бірден кеңесші болған жоқпын. Бәрі ойлайды, бірден кеңесші болды деп. Басында кәдімгі бас қызметкерден бастадым, бірақ енді потенциалымызды көрді, жұмыс істей алатынымызды көрді да, Алтай Сейдірұлы қолдап, кеңесші қылайық, әлеуметтік мәселені реттестірейік дейді. 3 басты мәселені шештік біз.
келдік. Бірінші біз қалай шешеміз деді мәселен. Алтай Сейдірұлы өте табанды шешімдер қабылдады. Бірінші біз балалардың жол жүруін тегін қылдық. Автобусқа мінеді да оқушылар тегін жүре береді қала бойынша. Тегін жүруге кім ұмтылады? Тегін жүруге жағдайы жоқтың балалары. Жағдайы барлардың балалары автобуспен жүрмейді. Олар машинамен барып жеке көліктері бар олардың. Жеке жаңағы. Екінші мәселе мектептерде тегін тамақ бердік. Нұр-Сұлтан қаласында бірінші рет. Білесіз ғой, осы 3 жыл болды, 4-ші жыл болды. Тегін тамақтандыру келе жатыр. Үшіншісі, Нұр-Сұлтан қаласы әлеуметтік баспана беруден 2019 жылы мен қателеспесем бір 180-ақ баспана берілген. Одан кейін бертін біз әкіммен бірге, бүкіл үкіметпен бірге жұмыс жасап отыр. Бұл кезде Бердібек Машбекұлы біз шамамен бүгінгі күнде 5000-ға жуық баспана тараттық. Бұл бұрын соңды осы 3 жылда берілген баспананың саны алдыңғы 20 жылдың 17 жыл бойы берілмеген ондай сан баспана. Бәрін кезектерін легитимдендірдік, барлығы кезекке тұрды, үйлер салдық, көптеп салдық, шешім қабылдады, солардың барлығын бердік. Міне солай мәселе шешілді. Көрдіңіз бе? Ешқандай жай шешімдер, қарапайым шешімдер. Одан қалса әлеуметтік осал топтармен, оның ішінде мүгедек жандармен, мүгедектік тәрбиелеп отқан аз балалармен көп жұмыс жасадық. Спонсорлық көмектерді көптеп тарттық. Мен енді жауап бердім, бұл кезде біраз азаматтармен әріптес болдық. Мына мәдени сала бар ғой, театрларға билеттер, концерттерге билеттер, сондайларға біраз адамдарды шақырғанбыз, таратып беріп отырып жұмыс жасадық. Жай ғана шешімдермен ақ мәселені реттестік. Мен кеңесші болып жұмыс жасаған кезде әкімдіктің алдына 700 адам келетін ғой, есіңізде ме? 700 адам. Таңертеңнен 2 аяқпен тұрғаннан сағат түнгі 10-ға дейін тұратынбыз жерде. Анаған түсіндіреміз. Қолдарынан жетектеп ашық акимат жасадық. Алтай Сейдірұлымен ол Оралда жасаған. Ай сайын ашық акимат. Әкімнің өзі қабылдайды. Жанұя деген орталықты аштық. Сол жердегі барлық сол осал топтарға арналған 20 қызметті бір жанұяға топтастырдық. Барасыз, ЭЦП ключ аласыз, АСП-ға тапсыра аласыз. Балаңыздың жағдайы жоқ болатын болса, киім-кешекке тапсырыс бере аласыз. Біз сосын Астана қаласында мына Всеобыч деген түсінік бар. Жағдайы жоқ отбасыларға киім-кешек береді. Ана әрдайым әлеуметтік желіде шығып кетеді ғой, байқайсыз ба? Ойбай, менің қызым бойы кішкентай, бірақ 8-ші сыныптың костюм сыныбын беріп жіберіпті деп, байқайсыз ба? Біз Астанада ол мәселені қалай шештік? Біз сертификат бердік. Әр балаға 30 000 теңгеден арнайы сертификат жасадық. Әр баласына береміз, 4 баласы болатын болса, бірақ оларға біз арнайы дүкендерді анықтадық. Ол 30 000-ды бәр жерге барып жарата алмайды, өйткені біз ана берілген сертификатты ертең монетизация жасап беруіміз керек. Содан ең жақсы деген компанияларды, мен әлі есімде енді, Алтай Сейдірұлының кабинетіне кіріп, бәрінің бүйтіп сапасына дейін қарадық қой. Содан олармен келістік, айттық, айналайындар, мынау сәл қымбат, бірақ енді балалар бұған киіне алмайды. Біз сәл сіздер, енді сіздердің де тараптарыңыздан біз сіздерге клиент шақырамыз, бірақ сәл бағасын келісейік деп. Сөйтіп отырып келісіп жасадық. Оны да іске асырдық. Соңғы кездері мынау солтүстіктегі көршіміздің әңгімесі, енді олардың көбінесе осы мемлекеттік думасында отыратын, жалпы біраз депутаттар осындай әңгіме айтады. Біз де ойлаймыз ғой, біздің неге депутаттар бар ғой енді айтып ататыны. Бірақ біздікі қандай салқынқандылық па, әлде жоғарыдан бір тапсырма беріле ме, көп сөйлемеңдер деген сияқты? Жоқ, Исаға ондай тапсырма берілмейді. Қазіргі сол жердегі қауіпсіздік кеңесінің басшысының орынбасарының бір ВКонтактедегі бір жазбасы шықты ғой. Сол кезде мен бірден жауап бердім. Оқысаңыз болады, ЗТБ-ға бәріне шығып кетті. Мен айттым, Қазақстанның тәуелсіздігіне, оның тарихына, мызғымас шекарасына ешкім қол сұға алмайды. Оның ешкім, ондай азаматтардың ешқандай мүмкіндігі де, оған тарих беттерінде дәлел дәйектері де жоқ. Бізге мынау солтүстік қалаларымыздың уақытысында Совет үкіметі салып берген, Ресей империясында пайда болған деген әңгімелердің ешқайсысы негізсіз. Исаға, шынты айтына келетін болсақ, бізде Омбыға, Астраханьға, Орынборға өзіміздің протекциялық претензиямызды айта аламыз. Ол жерде бізді қолдайтын жастарымыз да, қазақ бауырларымыз да жеткілікті. Шыны керек. Біз онда еске алайық, онда Алтын Орданы еске алайық. Онда біз сол қазақ хандығын еске алайық.
баяғы онда Осман империясын еске алайық. Енді онда Сұлтан Бейбарысты еске алайық. Уақытысында Мысырды билеп тұрып қаншама жеріне Бату ханды еске алайық. Әрине олай еске ала беретін болсақ, ол сөзсіз бір бұрынғы тарихпен сөйлеудің әңгімесі болып кетеді. Бірақ қазіргі Ресей мемлекеті екінші дүниежүзілік соғыста, оның ішінде Ұлы Отан соғысындағы біздің 600 мың боздағымыздың, соғыстан қайтпай қалған боздақтарымыздың қанын ешқашан ұмытпау қажет. Біз сол кезде қазақ елі үшін деп емес, бүкіл сол Ресей империясын дейміз ба, қалай айтамыз, сол кездегі КСРО-ның сақталып қалуы үшін жан пида бердік. Осының өзі сол Ресей мемлекеті үшін еш уақытта тарих беттерінен өшпейтін жауап. Сол біздің жасаған батырлығымызды олар ешқашан ұмытпай, соны місе тұту қажет. Менің ойымша осы мәселені кейде біз дұрыс айтасыз, бір мінберден айтпай жататынымыз бар. Енді мына Ресейліктердің халық күтеді соны. Жоқ, ол политтехнологияға байланысты ғой, Есаға. Политтехнологияға байланысты. Ресейліктерде осы мына империалистік көзқарас, мына бір колонизатордың бұрындағы қалған бір... Ол жерде негізі көбінесе саяси технологтар өте көп та, бірақ саяси реформа жасайтындар. Мәселе мен осылай айтуға болады шығар. Саяси технологтардың айтуы вот сондай сөздер арқылы олар қазір халықты бір азаматтың қасына топтастырып отыр. Біз оны бәріміз білеміз, беске. Ол екінші дүниежүзілік соғыстағы қазақтардың жанкештілігін олар ұмытпауы қажет. Алаш ордалықтар бола тұра Совет үкіметімен кейіннен күресіп бастады ғой. Лениндармен, Сталиндармен, бірақ оған дейін олар басында олар келе жатқан кезде қолдауды қайдан тапты? Қызылдарды қолдады ғой біздің азаматтар. Бұлар шынымен ертең осындай әділеттілік орнатады екен, теңдік орнатады екен деп. Сол кездегі империяның жаңағы король Романовтар әулетімен соғысқан кезде қолдады ғой. Осы дүниелерді оларға еске салып отыру керек та, ұмытпаңыздар. Ауған соғысы. Кім барды? Қазақтар барды. Қалай барды? Не үшін барды? Шекаралас емес ауғандармен. Не үшін біз қазақтар барып соғысу керек болды? Жоқ, ол кезде де біз ортақ мемлекетпіз, біз дайынбыз, бірге баруға, қолдауға дайынбыз деп барды. Мәселе сол. Осындай дүниелерді кейде мүмкін осы бізден ана форумдарға шақырмайды ғой, ана Валдай сияқты форумдарға шақырып сөз беретін болса, дайындалып барып сөйлеуге дайынбыз ғой, Есаға. Бірақ енді ол да бір біздің мәдениетті бір саясатымыздың бір белгісі шығар. Мүмкін бұл да уақыт келген кезде бұл басқаша бағаланатын шығар, басқаша қаралатын шығар. Мүмкін. Қазіргі басшымен кездестің бе? Мемлекет басшысымен тек біздегі пленарлық отырыстарда 2 рет жолдауды оқыған кезінде көрдім алыстан, бірақ былай кездесіп жақын жерде отырып әңгімелескен жоқ. Елбасымен? Елбасымен бірнеше рет кездестім. Біз өзіміз Жас Отанның съезін өткіздік, білесіз, сол кезде қонақ болып кетіп сөз сөйлеп кетті. Одан бөлек елбасы қызметінен кеткен кезде, мен Алматы қаласында жүрген кезде біз аэропорттан оны күтіп алдық, білесіз, жастар болып топырлап. Сол кезде бір кездесіп әңгімелестік. Одан кейін партияның ішінара бюроның отырыстары, орталық бір шешімдер, орталық кеңестің отырыстары болған кезде енді партияның қызметкері ретінде кездестім. Соңғы сұрағым, тәуелсіздік деген не? Тәуелсіздік ол ұлттың сақталуы. Қазақтың қазақылығының, қазақтың тілінің, өзінің ділінің, қазаққа тән өзінің қасиеттерінің сақталуы, ол тәуелсіздіктің сақталуымен пара-пар. Ұлт ретінде сақталмасақ, тәуелсіздіктің сақталмауына, тәуелсіздікке келіп тиетін жаңағыдай зиянды дүниелер көп болады. Сол себептен біздің мемлекеттің басшысындағы азаматтарда, биліктегілерде түсіну қажет. Тәуелсіздік ол тек қана территориялық қорғаныс емес. Тәуелсіздік ол ұлттың сақталуы. Мәселе сол. Айтпақшы, соңғы сұрақтың бірі, мен былай ойлаймын да, сырттан қарап жүрген кезде бір белгілі бір аймақты берсе, кәдімгі тап-тұйнақтай қылып шығаратын азаматтардың бірі сияқты көрінесің. Әкім болуға дайынсың ба? Жалпы аудан әкімдерінің сайлауы өтеді ғой болашақта. Сайланған әкім болғым келеді. Сайланған әкім. Ауданнан бастайсың? Ауданнан бастаймыз. Жақсы. Егер сондайға түсіп жатсаң, көмек беруге дайынмын. Болды, рахмет. Жақсы, рахмет көп. Амандыққа жолығайық. Аумин. Жақсы.